Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып, лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Белгілі әнші Ерке Есмахан қомақты қаржысының ұрланғанын айтты деп хабарлайды. Жаңа жыл қарсаңында дүниеге сәби әкелетін әнші сотқа арыз жазуды ойлап жүр. Бұл туралы әлеуметтік желідегі оқырмандарына сұрақ-жауап бөлімінде айтты. Жолдасым екеуміз бір мәселені өзара жылжапқымыз келген, бірақ сотқа жүгінуге тура келіп тұр. Біздің таза еңбегіміздің ақшасын қалтасына басып алып, түк болмағандай намыссыз жүріп бір еркексымақ. Ұрлық түбі қорлық дегендей, осы істі аяғына дейін жеткізу керек болып тұр. Басқа амал жоқ. Қомақты сумманы бізден ұрлағанын адвокатқа мойындағанымен, ақшаны орнына қоймай жүр. Енді қылмыстық іс қозғап, заңмен қудалайтын боламыз. Егер оңынан шешілмесе, бәрін айтып беремін деп, бір сырдың шетін шығарды әнші. Сондай-ақ әншіге ауыр сөз айтып, пікір жазған оқырмандарды да жазалайтынын ескертті. Маған неше түрлі сөз жазатын апалармен мәселені шештім. Апалар өз қателіктерін түсініп кешірім сұрады. Басқаларға сабақ болды. Табиғатымнан кек сақтамаймын. Әркім қателіктен сабақ алуы керек. Бәрі жақсы дейді әнші. Одан кейін желі қолданушылары Еркенің күйеуі Райымның 5 уақыт намаз оқитынын алға тартып, қашан намаз оқитынын сұрады. Менің мақсатым жолдасымның разылығын алу. Ал 5 парызым үшін уайымдамаңыз, деп жауап берді. Ерке мен Райым отау құрғалы, жас айырмашылығы да сөз болатыны жасырын емес. Жасы кіші жігітке күйеуге шықты дегендерге не дейсіз деген сауалға, дүние жүзі мен елімізде жанұяларға қатысты қандай жауыздық болып жатқанын біліп отырсыздар. Еркектің қолынан қаншама ана мен бала шапа шегіп жатыр. Бақытты болу немесе шаңырақтың шайқалуы жас айырмашылыққа қарамайтынын қалай түсінбейсіздер? Егер адамның әйелді аялауы тәрбие мен иманына байланысты. Ал сіздер айналып кеп жасты әлі айтып жатсыздар. Ақыл жаста емес, баста дейді әнші. Сіздер қалай ойлайсыздар? Екі адамның бақытты болуына жас айырмашылық маңызды ма? Пікір қалдырып, тіркеліп, лайк баса кетіңіз.